Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жұлдыз құрап үйренеміз. Ең бірінші бізге осылай 10-10 сантиметр, болмаса сізге үлкенірек керек болса, одан үлкен алсаңыз болады. Осындай квадрат қажет. Кесіп алғаннан кейін осылай қайырасыз. Қайырып сызып аласыз. Бір бұрышы сәйкес келу керек. Видеоны анықтап қарауыңызды сұраймын, дұрыс шығу үшін. Сызып алғаннан кейін осындай бізге формада төртеу қажет. Егер өзіңізде жақсы басқа түс болса, мен қызыл алдым. Қызылдан төртеу қажет. Сонда 8 осындай құрақ қажет. Видеода анықтап қарасаңыздар болады. Одан кейін жан-жағына 4 үшбұрыш, 4 тік бұрыш қажет, шаршы қажет. Шаршының размері 14-14. Сол 14-14 алғанызды теңдей ортасынан бөлсеңіз, үшбұрыш қылып, сонда жан-жағына үшбұрыштарыңыз дайын болып шығады. Осылай бір жинап алғаннан кейін өзіңізге қалай ыңғайлы солай тігіп шықсаңыз болады. Егер тігілу жолын қызық болса, астыға комментарийға жазып кетіңіздер, келесі видео түсіретін боламын. Тігілу жолын көрсеткен жоқпын, өте ұзақ болады. Менде осылай шықты. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.